салт дәстүріміз және өзіміздің ұлттық аспаптарымыз. Мында тұрған қарасаңыздар, қобыздың өзі әр түрге бөлінеді. Мында тұрған қыл қобыз және де жай қобыз. Адырна, сылдырмақ, сырнай. Сырнайдың өзі әртүрлі болады. Мынау қамыстан және де саздан жасалынған сырнай. Анау тұрған алдарыңызда даңғыра. Енді бұл ұлттық біздің құндылықтарымыздың бірі, салт дәстүріміздің бірі ашамай. Ашамай дегеніміз ер баланы сүндетке отырғызғаннан кейін ең алғашқы атқа мінгізу. Біздің салт дәстүріміздің бірі. Кішкентай ер тоқым. Мұнда тұрған енді әжеміз бен атамыздың ұлттық киімдері. Кимешек, камзол, шапан мен тақиямыз. Қалпақ дейміз ғой. Бұл енді біздің ата-бабамыздың ұлттық киімдерінің бірі. Мұнда қарасаңыздар, ұлттық әшекейлер. Ешқайсыда бір таңсық дүние емес деп ойлаймын, барлығы бар. Шашбауға тоқталайын. Шашбаудың өзін негізінде қазақта тек қыз балалар ғана таққан екен, әйел адам тақпайды шашбауды. Шашбаудың өзі таза күмістен емес, салмағының өзі 2-3 килограммға дейін болған екен. және де өрім бұрынғы өрген кезде екі жағына шашты екі жақ өріп қойған кезде адамның қыз баланың денесін тік ұстауы бірінші мақсаты, екінші бөлмесі әдептілікке үйреткен сыпайылық, инабаттылық дейміз, шашбаудың сыдырының естілмеу. Осы екі мақсатта таққан екен. Негізгі шашбауды. Енді біздің киіз басу өнері дейміз, өзіміздің ұршығымыз, жібіміз. Біздің әжеміз алаша тоқитынды. Мынау ши тоқылған, құршайтын ши, және әртүрлі қоржындар. Өз көзімен көргенмін. Біздің үйде болатын да осының барлығы.